Баршаңызға сәлем, менің есімім Гүлхан. Алдағы уақытта мен сіздермен бірге бүгінгі күннің өзекті тақырыптарының бірі практикалық философия бойынша ой талқылайтын боламын. Олай болса, экраннан алыстамаңыз, сіздің жаңа әрі құнды ақпарат ала алатыныңызға сенімдімін. Практикалық философия кәдімгі философиядан мүлдем бөлек, өз алдына оқшауланған дүние емес, ол тек практикаға айналған философия ғана. Яғни еркін, ақылға қонымды, тірі адамның болуы, қалыпты өмір сүру аспектісіндегі философия. Бір қарағанда аса бір қиын дүние емес секілді. Олай болса, тереңірек талқылап көрелік. Қалыпты немесе дұрыс өмір дегенде біз нені мегзейміз? Бақыт деген не? Бақытты адам қандай болады? Бақытқа қалай ие болуға болады? Өмір сүру бақыт па деген сұрақтар толы аса ауқымды қаптың бауын шешіп кеп жіберсек, толастамайтын тынымсыз сұрақтарға ие бола алмай қалатынымыз анық. Бір жағынан қарасаң, осыншама уақыт бойы адамдар өмір сүріп келеді, бірақ әлі күнге дейін адамның дұрыс өмір сүру туралы нақты ереже жоқ. Ал екінші жағынан қарасаң, өмірдегі барлық ережелер, заңдар, ұсыныстардың барлығы тек адамға бағытталған. Адам үшін, оның ішінде адамның қалыпты өмір сүру үшін жасалған. Философия қоғамның барлық саласын қамтитын даналыққа негізделген аса ауқымды теориялық білім болса, практикалық философия сол даналықты түсіну және оны өмірде ұтымды пайдалану үшін нақты көмек бере алатын интеллектуалды қызмет. Этика адамшылық іс-әрекеттер туралы ілім болса, философиялық этика сол адамшылық іс-әрекеттерді құндылық ету және оны нормативке, яғни қалыпты жағдайға жеткізу арқылы ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін ажырата алатын деңгейге жеткізу сатысы. Адам өмірге келеді және сол өмірден кетеді. Осы екі маңызды қадамның негізін құрайтын және оны бір тұтастандыратын ол өмір. Қалыпты өмір сүру қарапайым әрі байырғы сұрақ емес. Ол әр кезеңдегі ізденіс пен тәжірибелерден құралған заманауи форма. Шынтуайтында келгенде, ең қиын өмір ол еш ойланбастан өмір сүру. Демек, ойлану өмір сүрудің негізгі тетігі. Өмір жолындағы әрбір таңдау әр адамның жеке өзінің жеке шешімі секілді көрінеді. Алайда біз тек өзіміз үшін маңызды нәрсені ұстанамыз және оны ең дұрыс шешім деп қабылдаймыз. Ең қызығы, оны біз өзім таңдадым деп есептейміз. Алайда әрбір біздің таңдауымыз бізді қоршаған адамның, қоғамның таңдауы екенін жете түсіне бермейміз. Бұл біздің қоғамның бір бөлшегі екендігіміздің белгісі. Қоғамның таңдауы сенің таңдауың. Сондықтан да қоғам мен адам бір-бірінен ажырағысыз, алайда өзіндік айырмашылықтары мен шекаралық аймақтары бар. Бұл ойдың дәлелі сонау Сократтан бастау алады. Сократ этика не үшін керек деген сұрақ қойып, оған өзі дұрыс өмір сүру үшін керек деп жауап қайтарады. Алайда қалай дұрыс өмір сүру керек деген сұраққа Сократтан бері мыңдаған жылдар бойы жауап іздеп келінеді. Біздің өмір сүріп жатқан әлеміміз жетілмеген әлем. Біз оны үнемі жетілдіруді көздейміз. Әртүрлі әрекеттер жасаймыз, алайда оның кемшіліктері мен жетіспеушіліктері тым көп. Сонда да біз тоқтамастан, мүдірместен алға адымдап жылжып келеміз. Қадам сайын алдымыздан мыңдаған таңдау шығады. Біз әр кез нақты таңдау жасау арқылы нақты шешімге келеміз. Біздің әрбір шешіміміздің салдары әлемге ықпал етеді. Біз әркез бұл шешімін өткен шешімге қарағанда жақсырақ деп өзімізді жұбатамыз. Қалай болғанда да біз қоғамның ұстанымдарынан алыстай алмаймыз. Сонымен Сократ қойған сұраққа жауапты біз қайдан аламыз? Бұл сұрақтың жауабы барлық рухани құндылықтарда орналастырылған. Біз оқитын ертегі, аңыз әңгіме, жыр дастан, терме айтыс, пьесалар, түрлі жанрдағы кітаптар, жалпы айтқанда барлық адамның ізгі ойларынан туындаған ізгілікті тұжырымдар қойнауында. Адамның сенімі мен сол сенім негізіндегі әрекеттер мен пайымдаулар философиялық этиканың рефлексиялық жүйесін құрайды. Жеке адамның өзіне жүктелген бір тапсырманы табандылықпен және ыждахаттылықпен орындауы, алдынан шыққан кедергілер мен қиындықтарға байыппен қарап мойымауы және тапсырманы толыққанды және мүлтіксіз орындау үшін ізденісте болуы, үнемі өзгеге және өзіне сұрақ қоюы, адалдық пен дәйектілікпен өмір сүруге көмектеседі. Бұл аталғандардың барлығы этикалық нормалармен бекітілген. Біз өмірде ненің жақсы, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін қалай білеміз? Дұрыс әрекеттер тізімі деген тізім жоқ. Егер ондай тізім болса, адамдар үнемі ол туралы бір-бірімен дауласып жатқан болар еді. Алайда философиялық этика бұл мәселені талқылауға және түсінуге өз көмегін бере алады.
Ол құндылықтар, әрекеттер мен шешімдер туралы рефлексия. Философиялық этика құндылық пен нормативтілік туралы негізгі сұрақтарға бағытталған. Ол ненің жақсы, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін жүйелі түрде зерттейді. Ол сондай-ақ жақсы немесе дұрыс болу деген не? Моральдық тілдің мәні, моральдық ойдың табиғаты және егер бар болса, моральдық шындықтарды қалай білуге болатыны туралы метаэтикалық сұрақтарды қояды. Біздің ойымыз, қиялымыз бен арманымыз теориялық бөлшектерге жатса, оны жүзеге асыруымыз, нәтиже мен іс-әрекетке айналдыруымыз практикалық бөлшектердің еншісі. Жеке адамдардың ойы қоғамның ойымен жанаса өрбиді, сондықтан да біздің әрекеттерімізден жиі көрініс беретін өмірлік оқиғаларды біз қоғам немесе мемлекет заңдарымен бекітіп отырамыз. Баланың дүниеге келуі, жақын адамыңнан айырылу, табиғи апатты бастан кешіру, соғыстан аман қалу, үйлену не ажырасу, жұмысқа орналасу не болмаса керісінше жұмыстан шығу сынды жеке адамның жауапкершілігіндегі іс-әрекеттер қоғам үшін де маңызды. Ал қоғамда орын алатын түбегейлі өзгерістердің оң не теріс салдарлары жекелеген өмір оқиғаларды аттап кете алмайды. Осы аталғандардың барлығы философиялық этиканың да басты назарындағы мәселелер.